Bir күні пайғамбарымыз бен Хазіреті Әбу Бәкір хижрет кезінде тау өңгірінде 3 күн болды. Әбу Бәкір Сыддық қатты шөлдегенін айтқанда пайғамбарымыз оған бұлай бұйырды: «Ей Әбу Бәкір, сыртқа шық, ағып тұрған өзеннен қалағаныңша іш». Хазірет Әбу Бәкір сыртқа шыққанда таң қалды. Қардан суық және әппақ, балдан тәтті және хош иісі бар өзеннің ағып тұрғанын көрді. Шөлін қандырып ішкеннен кейін пайғамбарымыздан сұрайды: «Ей Расулулла, бұл таудың басында ағып тұрған қандай жанды су? Мұндайды әлі ешкім көрмеген». Сонда пайғамбарымыз оған: «Хақ Тағала жәннат өзендерінен жауапты болған періштелерге сенің ішуің үшін Фирдаус жәннатынан осы үңгірдің алдына бір өзен ағызуын әмір етті». Хазірет Әбу Бәкір жылап тұрып: «Әке-шешем сен үшін құрбан болсын. Әбу Бәкірдің Хақ Тағала алдында мұншалықты қадір бар ма еді? Ол үшін су жіберерліктей» деп таңғалады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Хақ Тағала алдында қадірің өте жоғары. Мені пайғамбар етіп жіберген Аллахқа ант етіп айтамын: саған дұшпандық еткендер 70 жылдық жақсылықтары болса да жәннатқа кіре алмайды» деді.